Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сәлеметсіңдер ме? Бүгінгі сабақ тақырыбымыз мәтінді есептерді шығару. Математика пәні 5-ші сынып 3-ші тоқсандағы 42-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы мәтінді есептерді шығару. Сабақтың мақсаты бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып мәтінді есептер шығару. Бағалау критерийлері. Оқушылар мәтіндік есептерді жай бөлшек және ондық бөлшектермен шеше алады. Оқушылардың басым бөлігі мәтіндік есептердің қысқаша шартын жасай алады. Теңдеулерді қолдана отырып, есептердің шешу жолдарын біледі. Кейбір оқушылар бөлшек сандар мен мәтіндік есептерді шешуде математикалық модельдер құра алады. Ал балалар, өткен тақырыптарды пысықтау үшін біз бүгін сәйкестендіру жұмысын өткізейік. Слайдта сол жағында формулалар берілген, ал оң жағындағы сол формулалардың атаулары. Сәйкестігін табайық. Мысалы, квадраттың периметрі ол бізде P тең болады 4 көбейтіледі А-ға. P периметр латын әріпімен белгіленген, А бұл квадрат шаршының қабырғасы. Параллелепипедтің көлемі В тең болады А, Б, С көбейтілген 3 қабырға. Жолдың ұзындығын табу үшін латын әріпі S тең болады жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісіне. В көбейтіледі Т өрнегіне. Тік төртбұрыштың периметрін табу үшін біз P тең болады қабырғалардың қосындысы А, Б 2 еселенген. Кубтың көлемі В тең болады А кубта. Тауар бағасының формуласы тең болады С тең болады А көбейтілген N-ға. Квадраттың ауданы бұл латын S әріпімен белгілейміз, ол тең болады шаршының қабырғасының квадратына. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін біз 2 қабырғасын көбейтісін табамыз. S тең болады А көбейтілген Б-ға. Жаңа тақырып. Мәтінді есептерді шығарамыз. Номер 967. Маусым айындағы 0,2 жауынды. 2-ден 1 ашық. Қалған 9 күн бұлтты. Маусым айында неше күн бар? Шешуі. Барлық күнді X әріппен өрнектейік. Жауынды күн 0,2 X болады. Ашық күн 2-ден 1 X. Бұлтты күн ол 9 күн болады. Сондықтан біз барлық 3 күнді жауынды ашық, қалған бұлтты күндерді қосып, барлық X маусымдағы күндерге теңдейміз. 0,2 X-ке қосамыз, 2-ден 1 бөлшекті ондық сан ретінде 0,5 X деп жазамыз, қосамыз 9 тең болады X-қа. Сонда X-тен азайтамыз 0,7 X-ті тең болады 9. X-ті 9-ды бөлгенде 0,13-ке теңдейміз 30-ға. Жауабы 30 күн. Номер 968. Балықшылар 312,2-ден 1 килограмм балық аулады. Оның 0,171 сазан, 0,113 шортан, қалғаны әртүрлі балықтар. Балықшылар шортан мен сазаннан басқа неше килограмм әртүрлі балықтар аулады? Шешуі. Ең біріншіден біз сазан қанша килограмм аулағанын табайық. Ол үшін 312,5-ті көбейтеміз 0,171-ге. Тең болады 221,875. Екінші амалда шортанның қанша екенін табу үшін тағыды біз көбейтеміз. Көбейтіп табамыз 40,625 килограммда. Ал одан кейін осы 2 көбейтіндісінің нәтижелерін қосып, барлық сазан мен шортан неше екенін тауып көрейік. Ол 262,147 килограмм болады.
Енді барлық аулаған балықтан 312,5-тен азайтайық 262,47. Сонда жауабы 50,3 килограмм болып шығады. Келесі есебіміз номер 969. Өзенде ағыспен жүзген катер 2,4 сағатта 55,5 килограмм қашықтықта барады. Ағыс жылдамдығы 2,5 килограмм сағат. Катердің меншікті жылдамдығын табыңдар. Бұл жерде біз жол ұзындығын табу формуласын пайдаланамыз. Қашықтық кем болады, жылдамдықты көбейтеміз уақытта. Есеп шарты бойынша бізге жылдамдық табу керек. Сондықтан жылдамдық кем болады, қашықтықты бөлеміз уақытқа. Бірінші амалда берілген қашықтық 55,2, ол ондық ретінде жазылған. Бөлеміз 2,4 уақытқа тең болады 23 километр сағатына. Енді ағыс жылдамдығы 2,5 километр сағатында ол белгілі бізде. Оны біз 23-тен аламыз. Сонымен катердің меншікті жылдамдығы 20,5 километр сағатына болып шығады. Номер 971. Екі ауылдың арасы 32,4 километр. Бір ауылдан екінші ауылға бір уақытта 13,2 километр сағатында жылдамдықпен велосипедші және одан 27 километр сағатына артық жылдамдықпен мотоциклші шықты. Мотоциклші велосипедшіге қарағанда екінші ауылға қанша уақыт бұрын барды? Шешуі. Бұл жерде де біз жоғарыдағы формуланы пайдаланамыз. Бізде қашықтық 32,4 болса, соны біз велосипедшінің жылдамдығына бөлеміз. 13,5. Екіден бір жай бөлшекті, ондық бөлшек 0,5 санға айналдырамыз. Сонда бөлінісі тең болады 2,4 сағат. Бұл велосипедшінің уақыты. Ал мотоциклшының уақытын табу үшін 32,4 қашықтықты бөлеміз 27 жылдамдыққа тең болады 1,2 сағат. Бұл мотоциклшының уақыты. Ал енді қанша бұрын барғанын табу үшін біз велосипедші мен мотоциклшының жылдамдықтардың айырмасын табамыз. Ол 1,2 сағатқа тең болады. Сонымен мотоциклші велосипедшіге қарағанда ауылға 1,2 сағат бұрын барды. Номер 972. Бензин құйылған цистернадан ондағы бензиннің 0,3 құйып алынды. Сонан соң қалған бензиннің 5,5 құйып алынды. Цистернада 5,188 тонн бензин қалды. Цистернада алғашқыда неше тонна бензин болған? Шешу жолдарын қарастырайық. Бұл үшін қысқаша шартын жасайық. Алғашқыда біз білмейміз неше тонн болған. Оны X өрнегімен белгілейік. Бірінші рет құйып алды 0,3 X-ке көбейтілген тонна. Сонда неше қалады? X-тен біз азайтамыз осы құйылған бензин тоннасын. X-тен азайтамыз 0,3 X, ол тең болады 0,7 X тонна. Енді екінші рет тағы құйып алды. 5-тен 3-ін қалғанынан 5-тен 3-ін оны көбейтіп 0,17 X-қа белгілейік. Сонда қалғаны 5,188 тонна болады. Осы шарттарға қарап теңдеу құрастырайық. Сонда
0,7x'tan biz azaytamiz 0,6 көбейтілген 0,7x'қа тең болады 5,88. Енді 0,7x'тен біз аламыз көбейтіндісін 0,142x'ті тең болады 5,188. Айры 0,128x теңдейміз 5,188. X'ті табу үшін бөлінісін табамыз. Ол 21 тоннаға тең болады. Номер 976. Номер 975. Ұзындығы 10,7 см, ені 6,2 см, тік төртбұрыш сымнан иіліп дайындалды. Егер осы сымнан иіп квадрат дайындасақ, оның қабырғасының ұзындығы неше сантиметр болады? Бұл жерде біз тік төртбұрыштың периметрінің формуласын пайдаланамыз және квадраттың периметрін онды қолданамыз. Тік төртбұрыштың периметрі қабырғалардың 2 еселенгеніне тең болады, ал квадраттың периметрінің қабырғасы 4 еселенген. Шешуі ұзындығы тік төртбұрыштың шарт бойынша тең болады 10,7 сантиметрге, ені 6,2 сантиметр немесе 6,5 сантиметр. Сонда периметрдің формуласына қойсақ, 2-ні біз көбейтеміз, 2 қабырғаның қосындысына 10,7 мен 6,5-не тең болады. 17,2-ні көбейтеміз 2-ге тең болады 34,4 сантиметр. Енді квадраттың қабырғасын табу үшін бұл периметрдің мәнін бөлеміз 4-ге. Сонымен квадраттың қабырғасы тең болады 34,4-ті бөлеміз 4-ке тең болады 8,6 сантиметр. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау сәлемет болыңыздар.